Тойотоми Хидеёши кейіннен Токугава Иэясудың қарамағында әскери қызмет атқарған Като Йошиакиге осы Эхиме префектурасынан көлемді жерлер берілген. Қолбасшы осы жерде өз кланының басты резиденциясы болсын деп, Кацуяма тауында сарай тұрғызуды тапсырады. Сарай құрылысы 1602 жылы басталып, 25 жылға созылған. Сарай құрылысына 150 мыңнан астам тас қолданылған деседі. Мацуяма сарайының құрылысы ең күрделі жоспар бойынша салынған. Сарай қақпалары өте күшті етіп салынған. Қамалдың қабырғаларынан жауды бақылауға ыңғайлы жасырын терезелер мен оқ атуға арналған саңылауларды байқауға болады. 2020 жылғы Жапониядағы ең керемет 20 сарай тізімінде Мацуяма сарайы 3-ші орынға ие болған.